Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін өте жылдам дайын болатын пиццаның рецептісімен бөлісемін. Еріншек пицца дейді бұның атын. 10 минуттың ішінде дайын болады. Өте дәмді, жылдам дайын болады. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тағамды жасап көріңіз. Өте дәмді. Және де жасалу жолы да өте оңай. Бұл тағамды дайындау үшін маған сосиска, сыр, ірімшік, сосын қызанақ қажет болды. Мен негізі 2 сосиска алғам, бірақ екеуі көп болып кететін сияқты. Сонымен біреуін турап көрейін деп жатыр. Егер жетпей жатса, екіншісін тағы да тураймын. Осылай домалақ турап алам сосисканы. Сосын қызанақты да жіп-жіңішке қылып турап алатын болам. Каналыма тіркеліп, лайк басып, егер де рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Осылай жұқалап, бәрін турап аламын қызанақты да. Сосын ірімшігімді үккіштің ір жағынан өткізіп аламын. Бұл жерге шамамен 100-150 грамдай ірімшік кетеді. Мен үйдегі бар ірімшігінің бәрін өткізбеймін. Жартысын ғана өткіземін, сол жартысы жеткілікті. Енді 2 жұмыртқаны жарып, ішіне кішкене ғана бір шымшым тұз салып, жақсылап араластырып, жұмыртқамды дайындап аламын. Сосын сковородкаға кішкене ғана май қойып жіберемін. Майды тым көп қойып жібермеңіздер. Осылай кішкене ғана май қойып, турап алған сосиска мен помидорымды әдемелеп сковородкаға салатын болам. Мінекей, енді үстіне бағанағы жарып алған 2 жұмыртқамды үстіне құямын. Оның үстіне лаваш. Лаваштан неше түрлі дәмді тағамдар жасауға болады, қыздар. Енді 1-2 минут қуырып алған соң, пісіріп алған соң, жаңағыдай тарелканың үстіне салып, осылай аударып аламын да, екінші жағын пісіретін болам. Үстіне бағанағы үккіштен өткізіп алған ірімшігімді саламын. Ірімшікті аямаңыз, неғұрлым көп болса, соғұрлым дәмді болады. Оның үстіне кішкене ғана укроп салып жібердім. Енді укроп өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қоссаңыздар да болады, қоспай қоссаңыздар да болады. Мінекей, мен тағам дайын болды. Өте дәмді, керемет. Мен сіздерге болашақта әлі осы лаваштан қандай тағамдар жасайды, соның рецептісімен бөлісетін болам. Лаваштан көптеген тағамның түрлерін жасауға болады. Мінекей, менің пиццам дайын болды. Ешқандай қамыр елудің де қажет жоқ, қамырды жаюдың да қажет жоқ. Осылай пицца дайындауға болады екен. Өте керемет. Маған осы ірімшік қосылған тағамдар жаман қатты ұнайды. Өте дәмді болады. Неге қараңыздар, қандай керемет. Вау, керемет. Міндетті түрде менімен бірге осылай жасап көріңіз осы тағамды. Каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін рахмет. Менің арнамда күнделікті неше түрлі дәмді рецепттер шығатын болады. Менің арнамнан алыстамаңыз. Сау саламатта болыңыз.